Сіздерме Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжінің білім алушылары. Қаржылық есеп пәні пән оқытушысы Құрмашева Мақпал Талғатқызы. Бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз материалдық емес активтердің есебі 38-ші халықаралық қаржылық есеп стандарты. Тақырыбымыздың мақсаты білімділік, білім алушыларға материалдық емес активтер туралы түсінік беру, материалдық емес активтердің қозғалысын есебі, материалдық емес активтердің амортизациясын есептеу және түгендеуді жүргізу. Дамытушылық, білім алушылардың белсенділігін арттыру, қосымша материалдарды пайдалануға дағдыландыру. Тәрбиелік, өз мамандығына деген жауапкершілікке, ұқыптылыққа, қазіргі экономикаға сай ақпаратты толық меңгеруге тәрбиелеу. Материалдық емес активтер деп табиғи негізі жоқ, бірақ құндық бағасы бар және табыс әкелетін қасиеттері бар ұзақ мерзімді пайдаланылатын объектілерді атайды. Өндірістік шаруашылық қызметтегі атқаратын функциясы және мақсатына байланысты активтер келесі топқа бөлінеді: интеллектуалдық меншік, мүліктік құқық және басқа да материалдық емес активтер. Интеллектуалдық меншікке мыналар жатады: фирма бағасы, тауар белгілері, ноу-хау, авторлық құқықтар. Мүліктік құқыққа мыналар жатады: жер учаскелері, суда, табиғи ресурстарды пайдалану, есептеу техникаларын бағдарламалық қамтамасыз ету құқығы. Басқа материалдық емес активтерге келесілер жатады: ұйымдастыру шығындары, ғылыми зерттеу нұсқаулары, тәжірибе конструкторлық нұсқаулар. Материалдық емес активтер ұзақ мерзімді және табиғи заттай мағынасында ғана материалдық емес болып табылады. Материалдық емес активтердің пайдалану мерзімі болады, бірақ кейбір түрлері бойынша оны анықтау мүмкін емес. Пайдалану мерзімі анықталмайтын материалдық емес активтерге гудвилл жатады. Гудвилл – фирма бағасы. Материалдық емес активтер шотында есептелініп, және сонымен қатар бір кәсіпорын екінші бір кәсіпорынды сатып алғанда немесе екі кәсіпорын қосылғанда ғана пайда болады. Фирма бағасы болып, сатылып алынған кәсіпорынның нақты нарықтық бағасы мен оның барлық активтерінің балансты құны арасындағы айырмасы есептелінеді. Егер де сатылып алынған ұйымның барлық активтерінің сатылып алынған құны олардың балансты құнынан артық болса, онда құндар арасындағы айырмашылық жағымды гудвилл, ал кем болса жағымсыз гудвилл деп аталады. Гудвилл амортизацияланбайды, ол жыл сайынғы құнстану тестілеуіне жатады. Гудвилл есебі бойынша, егер де қандай да бір себептерге байланысты гудвиллдің есептелген сомасы, амортизациясы оның құнын жаппаса, онда айырма зиянға есептен шығарылады. Бұл орайда мынандай корреспонденция жүреді: дебет 72.10, кредит 27.30. Жыл соңында дебет 56.10, кредит 72.10. Материалдық емес активтер нақты бары мен қозғалысын есепке алу 27.00 материалдық емес активтер бөлімшесінің шоттарында жазылады. Осы шоттардың дебеті бойынша материалдық емес активтердің айдың басы мен аяғындағы қалдықтары, олардың түсу операциялары көрсетіледі. Кредит бойынша материалдық емес активтердің шығарылымы көрсетіледі. 27.00 бөлімшеге төмендегі шоттар кіреді: 27.10 гудвилл, 27.30 өзге де материалдық емес активтер. Материалдық емес активтердің келіп түсу мен шығуы бір данада жасалған ұзақ мерзімді активті кірістелу шығысталу актісі мен ұзақ мерзімді активті есептен шығару актісімен рәсімделеді. Актіде мыналар көрсетіледі: материалдық емес активтердің дәл атауы, кәсіпорынға өткізілген келіп түскен күні, объектінің сипаттамасы, бастапқы құны, амортизация нормасы. Кәсіпорындар материалдық емес активтерді келесіде жолдармен алады: жарғылық капиталға салымдар арқылы, кәсіпорынның қызмет процесінде сатып алу арқылы, басқа кәсіпорындарға қосылу арқылы, заңды жеке тұлғаларды пайдалануға бергенде. Өндірістік шаруашылық қызметі процесінде материалдық емес активтер моральдық тозуға ұшырайды. Басты мақсат материалдық емес активтердің моральдық тозуына байланысты шығындарды жабу көздерін табу ғана емес, өндіріс немесе айналым шығындарын амортизацияны қосу арқылы олардың құнын өтеу көздері жасау болып табылады. Әрбір кәсіпорын материалдық емес активтердің барлық түрлерін пайдалану мерзімін негізделген есептер бойынша анықталуы тиіс. Оларды тиімді пайдалану мерзімін қолдануға негізді болуға тиіс. Біріншісі, пайдалану мерзімін анықтау мүмкіндігі бар материалдық емес активтер бойынша патенттер, лицензиялар. Оларды пайдалану мерзімі нұсқаумен анықталып, патентте, лицензияда көрсетіледі. 1-5-15 жыл.
Екінші, пайдалану мерзімін көрсету мүмкін болмайтын материалдық емес активтер бойынша электронды есептеуіш машиналар, бағдарламалық жабдықтау, фирма бағасы және басқалар. Мұндай мерзім 10 жылдан аспайтын уақыт деп көрсетіледі. Үшінші, қызмет көрсету мерзімі жарғысында көрсетілген кәсіпорындар сатып алған материалдық емес активтер бойынша тиімді пайдалану мерзімі ретінде бірінші және екінші пункттерінде айтылып көрсетілген мерзімдер алынады. Бірақ олар кәсіпорын қызметінің мөлшерлі мерзімінен аспауы тиісті. Материалдық емес активтердің амортизациясы бойынша мысалды қарастыратын болсақ, ұйым электронды есептеуіш машиналарға бағдарламалық қамтамасыз сатып алды 120 мыңға. Ұтымды пайдалану мерзімі 5 жыл, болмаса 60 ай деп белгіленген. Біздің мақсатымыз ай сайынғы амортизация сомасын анықтау. Ол үшін біз 120 мыңды бөлеміз 5-ке немесе 60 айға, сонда 2000 шығады. Яғни ай сайынғы амортизация сомасы 2000 теңге. Амортизацияны есептеуді бухгалтерлік есептің шоттарында негізгі құралдар бойынша тозуды есептеуге ұқсас көрсетеді. Амортизация есептеу сомасының корреспонденциясы дебет 71-72-10, кредит 27-40 болады. Материалдық емес активтерді мүліктік түгендеу барысында кәсіпорын меншік құқығы бар материалдық емес активтердің нақты бар болуы, олардың баланста дұрыс және уақытында көрсетілуі, материалдық емес активтердің тозуын есептеудің дұрыстығы, тозырауға ұшыраған активтер тексеріледі. Негізгі құжаттарда материалдық емес активтер объектілерінің толық сипаттамасы болуы керек. Олардың бастапқы құны, пайдалану мерзімі, амортизация нормасы, объект пайдаланылатын құрылым және басқа да мәліметтер көрсетіледі. Материалдық емес активтерді мүліктік түгендеу барысында объектінің нақты барын және кәсіпорын оның пайдалану құқығын растайтын құжаттар тексеріледі. Бұл құжаттарға материалдық емес активтердің объектісі немесе пайдалану тәртібін сипаттайтын және кәсіпорын мүліктік құқықтарын растайтын құжаттар жатады. Үйге тапсырма материалдық емес активтер бойынша шоттар корреспонденциясын толтыру, материалдық емес активтер келіп түсуіне мысалдар келтіру. Назарларыңызға рахмет.